күн достар баршаңызға. Қазіргі кезде хит болған десерт шоколадты құрманың үй жағдайында жасалу жолын көрсететін боламын. Ең алдымен салқын суға құрмаларымызды жуып, жақсылап қорғатып алатын боламыз. Мен Қазақстан шоколадын және кондитерлік дүкендерде сатылатын ақ шоколадты пайдаландым. Шоколадтарымызды микроволновкада жақсылап ерітіп аламыз және де үстіне бір ас қасық сұйық май құятын боламыз. Сұйық майымыз бен шоколадымыз толықтай араласқанға дейін жақсылап қозғайтын боламыз. Құрмаларымыздың ішіндегі сүйектерін алып тастаймыз. Ішіне грек жаңғағымызды осылай орналастыратын боламыз. Ағаш таяқшаның көмегімен шоколадымызға құрмаларымызды аунатып аламыз. Пергамент қағазының үстіне шоколадты құрмаларымызды қоямыз. Және де шоколадты құрмаларымыздың бетін өз қалауларыңызша әсемдесеңіздер болады. Мен кондитерлік қапшыққа шоколадтарымызды қойып, шоколадты құрмалардың үстін осылай әсемдедім. Және де үйдегі бар кокосовый строчкамен және кондитерлік посыпкалармен осылай әсемдеп шықтым. Дайын болған шоколадты құрмаларымызды тоңазытқышқа шамамен 1 сағатқа қалдыратын боламыз. Ал мінекей достар, біздің өте дәмді және денсаулыққа пайдалы болатын құрмадан жасалатын шоколадты десертіміз дайын. Үй жағдайында өте оңай дайындалатын десерт, сондықтан да сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Егер де менің видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар.